Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қарапайым цезарь салатын дайындайтын боламыз. Егер де менің салат жасауда рецептім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Салат істеу үшін ең алдымен бізге тауық етін дайындап алуымыз керек. Ол үшін маған Магидің приправасы бар, арнайы қағаздары көмекке келеді. Тауықтың етін осыған кесіп, іштеріне арасына салып, пешке пісіріп алатын боламыз, пальгаға орап. Осындай жұқа-жұқа кесіп, менде тауықтың төс еті, осылай бәрін жауып, қаттырақ қысып, приправалары бір-біріне етке сіңетіндей басамыз да, пальгамен бетін жауып, шеттерін қайырып, 40 минутқа пешімізге пісіріп аламыз. Етіміз піскенше басқа нәрсені дайындай береміз. Тауық етіміз міне пісті. Пальгамызды ашып көрсем, қағаздарындағы приправа бәрі тауық етіне сіңген, өте әдемі болып тұр, сырты. Иісі де әдемі. Енді суытып, салатымызға қосуға дайындай береміз. Сухариге мен үй жағдайында пісірілген қолдан піскен нанды осындай кесіп, кубик ретінде бөліп алам. Арнайы Магидің приправасын қосам. Сыр мен дәм бар. Сухариге арналған осындай сұйық заправканы құйып, қолмен жақсырап араластырып, духовкаға 10 минутқа қойып қыздырып аламыз. Сонымен сухариміз дайын болады. Міне сухариміз дайын болды. Енді капустамыздың, менде пекинский капуста, башағын жұлып аламын да, астыңғы жақты қатты жерін қалдырып қоям. Сөйтіп бәрін солай башақтарын жұлып, астыңғы қалың жағын қалдырып, дайындап, үзіп алам. Енді осыған азғана майонез сеуіп, араластырамыз қасықпен. Bir жұмыртқаны 4-ке бөліп дайындаймын. Тұзымды салып, капустамды ыдысыма жайғастырып саламын да. Капустамызды ыдысымызға саламыз. Жұмыртқаны 4-ке бөліп алдым, помидорды турап алдым. Тауықтың еті дайын. Бірінші сухарит салам капустаның бетіне. Помидорды орналастырам өстіп шеттеріне айналдырып. Тауықтың еті сәл ұзындау сияқты 2-ке бөліп, тауықтың етінде помидордың орталарына қоятын боламын. Осылай бәрін қойып алам. Сосын майонезден жіңішкелеп өстіп бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқамызды қоямыз. Жұмыртқаны да айналдыра қойып шығам. Үстіне тағы да 1-2 рет майонезден жүргізіп жіберем. Сонымен салатымыз дайын. Достар, егер де менің салат жасауда рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, кеңес берем. Өте дәмді салат.